2022 жыл әлем елдері үшін қалай келгенін бәрі біледі. 2023 жылда кіріп келді. Адамзатты биыл не күтетіні қызықтырады. Сондықтан біз сізге аңызға айналған Ванганың 2023 жылы не болатыны, оның 10 болжамы туралы айтып береміз. Екінші дүниежүзілік соғыстан 1996 жылға дейін өз болжамдарымен жұртты таң қалдырған Ванганы бәрі біледі. Зерттеушілер ол 11 қыркүйекке дейінгі барлық жаңалықтарды болжағанын және Дональд Трамптың президент болатынын айтады. Интернетте оның ең маңызды болжамдарының жинақтары бар, бірақ оның 2023 жылға арналған болжамдарын табу оңай емес. Оның болжамдары 5079 жылға дейін жалғасады, өйткені ол әрқашан ресми түрде өз пікірін білдіре бермейді. Оның не айтты, не айтпағаны туралы пікірталас үнемі болады. Дегенмен, біз оның 2023 жыл үшін болжамдарын таба алдық. Сонымен, Ванганың 2023 жылға арналған болжамдары туралы сөйлесейік. Бірінші, Алып жұлдызы жарылып, 5 жыл бойы аспанға жарық түсіреді. 2023 жылы аспанда үлкен жұлдыз пайда болады. Ол қараңғылықты жағып, жерді 5 жыл бойы жарықтандырады. Көптеген жылдар бойы түн мен күн бірдей жарық болады. Зерттеушілердің пікірінше, біз суперновалар деп аталатын Алып жұлдыздары туралы айтып отырмыз. Бұл бұрында болған. Осы жылда болса ғажап емес. Бұл жаңалық бүкіл галактикаға әсер ететін катаклизмдік оқиға болуы мүмкін. Бұл жарылыс алыс қашықтықтан көрінетін болады. Мұндай оқиғалар өнертапқыштар үшін маңызды, өйткені олар галактикадағы жаңа жұлдыздардың пайда болуын білдіреді. Екінші, ірі елдер биологиялық қару ретінде адамдарға зерттеу жүргізеді. Ванганың айтуынша, дәрігерлер адамдарда вирустық ауруларды тудыратын және адамдарда қалатын инъекцияларды ойлап табады. Осындай зерттеулердің нәтижесінде мыңдаған адамдар өледі. Дүниеде бәрі мүмкін, бірақ мұндай қарулар бактериялық қос қарудың халықаралық тұжырымдамасын бұзады. Бұл болжамға нүкте қояды деп үміттенеміз. Үшінші, шетелдіктердің пайда болуы. Сену қиын, бірақ 2023 жылы шетелдіктер өздерін көрсете алулары мүмкін екен. Ванга бұл сапар достық болмаса, әлемді қараңғылық басып алатынын айтқан. Төртінші, зертханада адамдар өсіріледі. Бұған сену оңайырақ. Ғылымның жетістіктеріне қарасақ, адамды зертханада өсіру шындыққа айналуы мүмкін. Болашақта ата-аналар балалардың терісінің түсі мен ерекшеліктерін таңдай алады, дейді зерттеушілер. Бесіншісі, адамдардың вампирге айналу қаупі. Ванганың болжамынша, адамдарды вампирге айналдыратын вирус 2023 жылы пайда болуы мүмкін дейді. Өйткені оларды қашықтыққа қарамастан телепатикалық сигналдар жіберетін көшбасшылар басқара алады. Вампирлер әдебиетте, кинода және халық өнерінде жиі кездесетін ойдан шығарылған тіршілік иелері. Адамдар вампир бола алмайды, өйткені адам вампирлері ойдан шығарылған жаратылыс және шындықта жоқ. Алтыншы, жойқын жер сілкінісі әлемді дүр сілкіндіреді. Табиғи апаттар Тынық мұхитының айналасындағы барлық қалалар мен ауылдарды қирататын 20 метрлік цунамиді тудырады. Қауіп Жапонияның, Жаңа Зеландияның, Австралияның, Ресейдің, Филиппиндің, Жаңа Гвинеяның және Тайвандың жағалау аймақтарына әсер етеді. Осы уақытқа дейін тіркелген ең жойқын жер сілкінісі 1960 жылғы 9,5 балдық жер сілкінісі болды. 2011 жылы Жапониядағы жер сілкінісінің күші 9 балға жеткен. Бұл апаттардан қанша адам қаза тауып, қанша шығын келгенін білу мүмкін емес. Жетінші, адамдар жасанды денелер мен мүшелері бар киберхтерге айналады.
Нанотехнология бізге мәңгі өмір сүруге мүмкіндік береді. Нанороботтар қан жасушаларын ауыстырады және жұмысын мыңдаған есе тиімдірек орындайды. Адамдар өте ұзақ қашықтыққа шаршамай жүгіре алады және ешқандай құрал-жабдықсыз 4 сағат бойы суға түсе алады. Жүрек ауруы бар адамдар да пионды жүректерге ие бола алады. Кейбір адамдарды қазірдің өзінде киберг деп атауға болады. Өйткені олар жасанды түрде жасалған дене бөліктерін пайдаланады. Технологияның 2023 жылдан бастап қаншалықты алысқа баратыны әлі белгілі болады. 8. Құстар қорқынышты вирусты жұқтырады. Ванга сонымен қатар 2023 жылы қорқынышты вирус қарапайым құс түрлерін жұқтырады және вирус адамнан адамға таралады деп болжады. Бұл жағдайда біз тағы бір індет күтіп тұр. Кейбір құстар шын мәнінде мутацияға ұшыраған және құстардан адамдарға берілуі мүмкін. Олардың бірі құс тұмауы. Хабарланған жағдайда өлім-жітім деңгейі 5%-дан 80%-ға дейін ауытқиды. Бірақ оның ықтималдылығы әртүрлі факторларға байланысты. Гигиеналық ережелерді сақтау және ауру адамдармен араласпау арқылы инфекцияны болдырмауға болады. 9. Күннің деструктивті қызметі. 2023 жылға арналған ең алаңдатарлық болжамдардың бірі жойқын салдары болуы мүмкін күн дауылына қатысты. Ол 2-3 күн ішінде жерге жетіп, өртке әкеліп соқтыратын, электр желілерін сөндіретін және әлемдік хаос тудыруы мүмкін жаппай плазманың атқылауы туралы ескертті. 10. Жер орбитасының өзгеруі. Біздің планета жыл сайын күнді айнала эпикалық саяхат жасайды. Траектория эллипстік пішінге ие. Эллипстің нақты пішіні басқа планеталардың тартылыс күштеріне байланысты. Яғни жер орбитасы өзгеруі мүмкін. Дегенмен мұндай өзгерістердің қалпына келуі мыңдаған жылдарға созылады. Тіпті кішкентай баяу өзгерістің салдары ауыр болуы мүмкін. Мысалы, орбиталық жылжу шамамен 56 мың жыл бұрын болған қарқынды жаһандық жылыну кезіне сәйкес келді деп болжанады. Егер қандай да бір себептермен бір жыл ішінде өзгерістер орын алса, оның салдары болады. Температура мен радиация деңгейі күрт көтерілуі мүмкін. Бұл қорқынышты экологиялық проблемаларға әкеледі. Обаның болжамы ығысу астероидтың соғуымен болуы мүмкін деп болжайды. Бірақ ол жай ғана кесатудың жер осының өзгеруінен күткен болуы мүмкін. Біз бұл болжамдардың бәрі қорқынышты екенін түсінеміз. Бақытымызға орай, жоғарыда айтқанымыздай, Ванганың болжамдары жұмбақ және оны тексеру мүмкін емес. Оның болжамдары қызықты, сондықтан қазірдің өзінде біз қорқынышты болжамдардың ешқайсысы орындалмайды деп үміттенеміз.